Бүгінгі қарымызда Оралбек Темірланның екінші курс оқушысын сұхбат аламыз. Темірлан. Сіз екінші курста қалай оқушысыз? Сабағыңыз туралы, өмір жайыңыз туралы айтып берсеңіз. Биыл екінші курсқа келгелі бәрі өзгерді. Бірінші курста жалпы жастайынан кішкене оқушы кезінен үйренбей жатасың. Екінші курсқа келіп кішкене қаланы танып, елді танып, қоғамымызды, жанымызда қоғам бәрін біліп, колледжге жақсы келдім. Өмір жайында балабақшаға бір қызық өтті. Күршім ауданы, Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы Күршім ауданында жылда ауылда балабақшамызда қарапайым ауыл шаруашылығында өстік. Сізді өнерге жақсы деп айтады. Өнер жайында сізді айтып берсеңіз. Өнер жайында айта кетсек, алғашқы әнді мен 10 жасынан бастап айтуды бастадым. Алғашында өзім ұстазым Избәуір Айқызымен баянмен басында музыкамыз болған жоқ, баянмен ән айтып үйреніп жүрдік. Кейіннен осы Күршімде концерттерге шығып, өзіміздің өнерімізді одан ары қарай шығармашылығымда айналысып кеттім. Сондай творчество сол жағынан қалыптасты.